Армысыздар, қадірменді әріптестер. Сіздерді осы Startup Nation форумында қош көрдік. Бұл жай ғана форум емес, бұл жерде инновация мен инновация идея шайқасатын орын. Бұл жерде біз өз қоржынымызды тың бір деректермен, тың әдістермен толықтырып қайтатынымызға кәміл сенемін. Міне шынымен де білім беру саласын өзгерту үшін әр мектеп деңгейде, әр университет деңгейінде, әр білім орда деңгейінде өзгерістер сол жақта басталып кету керек. Ал енді министрліктің құзыреті ол тек қана сол осы нарықтың, осы саланың субъектілерінің әрекетін реттеу ғана болып қалады. Бағана ғана Гүлмира Аманжолқызы, сонымен қоса біздің спикерлеріміз Калифорния штатын айтқан болатын. Калифорния штаты ең мықты штаттардың бірі, ол деген дербес мемлекет болатын болса, ол деген әлемде нөмір 4-ші мемлекет болатын еді. Ол жердің ең басты жетістігі, олар өздері айтқандай, мен де өзім сол Singularity немесе Стэнфорд университеттерінде дәріс алып айтқам. Сол кезде олардың айтатыны, біз деген бірінші ретте тек қана заңдарды реттестірдік, мы создали правила игры деді, бітті. Одан басқа олар ештеңе істеген жоқ. Сондықтан біздің ұстанымымыз дейді, мемлекет көптеген шаралар жасай отырып, ол деген көзге көрінбеу керек деген сияқты. Мәселен, Калифорния штатының губернаторы кім екен, жасөспірім білмеу керек, бірақ ол Калифорнияда ең жақсы заң бар екен білу керек деген сияқты. Бұл тұрғыда да осындай стартаптарға, осындай тың идеяларға жаңа бір серпіліс беру үшін оқу ағарту министрлігі де президенттің жетекшілігімен біздің ұлттық 100 жылдық ғасырлық тарихы бар білім академиясы да осындай ережелерді әзірлеп отыр. Оның ең бастысы, мен деген жалпыға міндетті білім беру стандарты дер едім, өйткені оның мәртебесі біздің конституциямызда жазылған. Ол жақта былай делінген: мемлекет білім беру стандарттарын орнатады, білім беру ұйымдарының қызметі сол стандартқа сәйкес жүру керек делінген. Сондықтан бұл жалпы білім саласында, әсіресе орта білім саласында мәртебесі ең жоғары құжат болып табылады. Енді біз қазір енді бұл шын мәнінде стандарт болып табылмаса, стартап болып табылмаса да, мен бұны жалпы 2015 жылдан бері білім саласын түбегейлі өзгерткен бір құжат ретінде танып отырмын. Осы 2015 жылғы стандарттың жазылуына да өзім қатысқам. Қазір 26 жылы кіретін стандарттың да жазылуын өзім басқарып отырдым. Енді осы құжат жалпы кез келген стандарттың, кез келген бизнес бастама, кез келген кәсіпкерлік бастаманың бір түрткі жайты болады деп айта аламын. Және бұл еңбек нарығындағы, білім беру саласындағы нарықтағы көптеген субъектілердің әрекетін реттейді. Енді бұған қысқа тоқтайтын болсам, енді презентацияны қоса аласыздар ма? Енді айта кететін болсақ, міне 2015 жылға дейін біз деген кеңес одағынан қалған білім беру стандартының мұрагері болдық, білім беру мазмұнының мұрагері болдық. Ол деген өте жақсы стандарттар, өте жақсы мазмұн болатын, бірақ оның барлығы индустриялы дәуірге жасалған дүние болатын. Өйткені мектеп бірден еңбек нарығына жұмыскерлерді қалыптастырды. Сондықтан заводта, фабрикада, колхозда, совхозда істейтін әйтеуір білім көлемдері болса, дағды көлемдері болса, сол жеткілікті дейді. Содан кейін біз өзіміздің егемендігімізді алдық. Содан кейін біздің бірте-бірте білім беру идеяларымыз қалыптаса бастады. Сол жақта ағымдағы стандарттарға кішігірім фрагментті бір өзгерістер енгізіліп отырды, бірақ оның өзі бүкіл білім беру саласына жаңа серпіліс беретіндей бір қауқары жоқ болды. Сондықтан 2015 жылы біз деген жаңа стандартты, сонымен қоса білім беру саласындағы көптеген ереже нормалардың барлығын өзгерттік. Енді оларға бірте-бірте келетін болсақ, келесі слайдтарға. Ең бастысы біз деген білім беру мазмұнын постиндустриал заманға лайықтадық. Сонымен қоса әлемде қандай білімдер өте жоғары сұранысқа ие, сол білім тақырыптарды қостық. Мәселен, осы күнге дейін көптеген математиктер болсын, тіл мамандары болсын, кейбір тақырыптардың қалыптасуын түсінбей жатады, пайда болған түсінбей жатады, бірақ оның барлығы қазіргі постиндустриал заманға, индустрия 4.0 заманға әбден қажетті тақырыптар болып табылады. Сондықтан оны білмесе, біздің бала мектепте оқып өткізген күндер бір адыра қалатын сияқты болып қалады. Сондықтан міндетті түрде оны қосуымыз керек. Мұны сонымен қоса, біліммен қоса біз деген балаларға дағды беруге тырыстық. Ол 15 жылдың стандарты. Енді 10 жыл өте келе 26 жылы білім беру жүйесіне жаңа стандарттар кіреді. Ол деген сол 15 жылы кірген стандарттың жаңартылған нұсқасы, енді түбегейлі өзгерістер болмайды. Енді бірте-бірте соған шолу жасайтын болсақ, бірінші ретте сіздерге енді
бір қызметкер ретінде айтпайын, жалпы қандай стартаптарға ол негіз бола алады, міне соған екпін қойсам. Бірінші ретте біз деген міне құндылықтарға бағыттап отырмыз. Келесі слайдқа бірден қоюға болады. Тағы да келесі. Міне осы жерде тоқтай кетейік. Біз деген енді жалпы неліктен қазір болса да жаңартылған білім беру мазмұнын одан ары жаңартып отырмыз. Өйткені қазір білімде де, ғылымда да бірталай өзгерістер болып жатыр, экономикада да бірталай өзгерістер болып жатыр. Бағана индустриал, постиндустриал деген кезеңдерді айтатын болсақ, индустриал кезеңде біз деген заводқа бардық, бір кнопканы бастық, немесе совхоз, колхозда сиыр сау үшін аппаратты қойдық, бітті. Жұмыс күні біткен соң біз үйге қайтатынбыз. Ал енді постиндустриал кезеңде 90 жылда еске алатын болсақ, біз деген бірден экономикамыз құлдырады, біз деген күн көре бастадық. Бұл жерде қызмет саласының үлесі артып кетті. Қызмет саласы дегенім сол деген адам баласымен араласу керек. Мен бір тауарымды өндіру үшін, сату үшін сәйкес сөз қорым болу керек. Мен деген күлетін жерде күліп, қабамды түйетін кезде қабамды түйіп, эмоциялық интеллект болу керек. Мына сондай нәрселерге біз назар аудармайтынбыз. Қазір енді постиндустриал заман, ол сондай заман. Эмоциялық интеллект те керек, дағды да керек, бәрі керек. Сонымен қоса ғылымда да көптеген өзгерістер болып жатыр. Мәселен, біз совет заманында күн жүйесінің 9 ғаламшары бар дейтін болсақ, қазір ол қате деп есептелінеді. Өйткені 8 ғаламшар Плутон ғаламшар тізімінен алынып тастады деген сияқты. Содан кейін көптеген ілімдер псевдо ілімдерге жатып жатыр. Мәселен, медицина саласында бір үлкен сала болатын, сондай факультеттерде болатын. Ол Алматы мемлекеттік медицина университетінде де кішкентай дозамен емдейтін бір үлкен бағыт болатын. Қазір оны бүкіл ғалымдар гомеопатия. Қазір оны бүкіл ғалымдар псевдоілім деп гомеопатия оқулықтарында, факультеттерінде, кафедрларында жауып тастады. Мына сондай өзгерістер бар. Мына осылардың барлығын біз деген ескере келе жалпы бастауыштың да негізгі орта білім беру мақсаттарын өзгерттік. Егер бастауышта базалық дағдыларды дамыту, функционалды сауаттылық, әлеуметтік нормалар мен құндылықтарды үйрету, салауатты өмір салтына бет бұрысын қамтамасыз ету болса, негізгі орта білімде ол білімін тереңдету, құзыреттіліктерді дамыту. Мына жерде функционалды сауаттылық құзыреттілікке ұласады. Содан кейін мына жақта әдеп нормаларынан бастасақ, амандас, қоштас деген сияқты мына жақта біз деген жеке тұлға қасиеттерін қалыптастыру болып табылады. Сонымен қоса біз мамандыққа даярлауға бір бет бұрыс жасадық. Келесі слайдқа көшсек болады. Енді бұл стандарттың ерекшелігі 3 сәуір 23 жылы Атырау қаласында президентіміз бүкіл қазақстандықтар үшін ортақ құндылықтарды атап берген болатын. Оларға келетін болсақ, ол тәуелсіздік және патриотизм, бірлік және ынтымақ, әділдік пен жауапкершілік, заң және тәртіп, еңбекқорлық және кәсіби біліктілік, жасампаздық пен жаңашылдық. Енді көп жағдайда құндылықтар деген кезде біз деген бәріміз ішпыстырарлық шараларды еске түсіреміз. Отаныңды сүйем, күйем, өлем деген сияқты нәрселер. Біз ол шаралық тәсілдемеден бас тартып отырмыз. Өйткені шара арқылы тәрбие алған бала шарамыйға болады деген сияқты бір қалжыңды ойлап тапқанбыз. Сондықтан біз осы құндылықтардың барлығын құзыреттіліктерге айналдырып отырмыз. Мәселен, тәуелсіздік және патриотизмге келетін болсақ, бұл жерде сен деген қандай елдің азаматысың, ол елге қалайша қызмет етесің деген сияқты нәрселерге үйретуіміз керек. Бұл жерде мәселен әлеуметтік кәсіпкерлік, мына жақта Эмин мырзаны көріп отырмын. Сондай сияқты идеяларға үйретуіміз керек. Егер оны қазіргі импорттық сөздермен айтатын болсақ, краудсорсинг, краудфандинг, фандрейзинг деген сияқты, қазақ сөзімен айтатын болсақ, шлен тарату, жылу жинау, асарлату деген сияқты сондай форматтарға үйретіп, біз деген кәдімгі еліне қызмет ететін азаматтар қалыптастыруымыз керек. Сондықтан біртұтас тәрбие бағдарламасында бірталай шаралар деген бірте-бірте өзгеріп отыр. Енді бірлік және ынтымаққа келетін болсақ, бұл жерде біз деген коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыруымыз керек. Өйткені адам баласымен араласып үйрену керек. Біз деген мәселен өзім кеңестік мектепті бітірген кезде керемет білім алдым, жақсы, бәрі керемет. Бірақ ол жақта индустриал заман және идеологиясы басқа мемлекет болғандықтан біз деген партада отырған кезде мен деген тек қана сыныптасымның 11 жыл бойы арқасын ғана көріп отырдым. Анау диагональда басқа жақта отырған сыныптасым ол қандай тұлға екенін білмейтін. Мәселен, шекесі тырысып қалған біреу деп солай қабылдасам, 11 сыныпты біткенше солайша қабылдап жүрдім. Ал енді менің мұғалім ретінде мақсатым бүкіл оқушыларды сапырыстырып, бір-бірімен араластырып үйрету. Сонда шекесі тырысқан жігіт менің ең жақын досым болып шығып кетеді. Немесе бір тұйық бала ашылады деген сияқты. Содан кейін мен көп деген адамдардың
бір өзінің стартапыма тартатындай бір команда жинап аламын деген сияқты. Содан кейін заң әділдік пен жауапкершілікке келетін болсақ, бұл жерде міне әлеуметтік және азаматтық құзыреттілік, сонымен қоса заң және тәртіп, моральдық және этикалық құзыреттілік. Бұл тұрғыда біз енді академиялық орта болған соң алға академиялық адалдықты тартып отырмыз. Бүгінде мына зияткерлік меншікті сақтау күні деп аталып отыр. Міне сол бұл осы жерде басталу керек. Содан кейін еңбекқорлық пен кәсіби біліктілікке келетін болсақ, бұл жерде қараңыздар, бізде қазақта әдетке айналып кеткен дәрменсіздік бар ғой, выученная беспомощность. Сонда мынандай бір ең жиі айтылатын сөздер талант бар, таныс жоқ деп. Сонда біз деген әке, көке, саған талантың болса, таныс тамыр керек емес, сен өз-өзіңе таныс тамырсың. Міне мақсат қою, мақсат қойған соң тайм-менеджментті сақтай отырып, сол қадам-қадамға бөліп тастап, жоспар құрып жүру. Содан кейін өз-өзіңді үнемі бақылап отыру, тәртіп, еңбек тәртібі деген сияқты. Содан кейін мен жеттім бе, жеткен жоқ па деген сияқты өз-өзіңе рефлексия жасап, бағалап, қате кемшілігім болса, қате кемшіліктен де қорықпа деп айтамыз, өйткені ол өмірдің нүктесі емес, ол өмірдің үтірлері деген сияқты. Сөйтіп, міне осылай еңбек құзыреттілігіне үйретіп тартамыз. Бұл жерде қараңыздар, маған ең жақсы көретін бұл жерде мысал, бұл креативті индустриядан Фархат Қалиев деген әншіні көптеріңіз білетін шығарсыздар. Ол деген Ақтөбеде өте қарапайым семьяда тұрған, әке-шешесі оған көмектесе алмайды, оған көзі нақты жетіп отыр, бірақ таланты бар. Ол деген енді суырып салма ақын, айтыскер ақын, қазір Калифорния деген атаумен әйгілі, атпен әйгілі. Енді ол деген бай есептейді, Алматыда бір трек жазу үшін осынша 1000 теңге керек екен. Алматыда тамақ тасымалдаушылар күніне осынша табады екен. Мен егер ақтөбелік достармен, Время академиясы солармен қоса пәтерге ақша төлейтін болсам, осынша ақша төлеп, қалған ақшаны трек жазуға жинаймын. Жарты жыл жүрсем, мен ақша жинап алады екен деп шешеді. Бірақ өзі айтқандай, ол жарты жыл емес, бір жылдан асып кетті дейді. Бірақ бір жылдан аса ол трек жазықтағы бірден ол ютубта хит айналып кетті. Сөйтіп, оның өмірі де бәрі өзгерді. Сонда бұл жерде еңбек құзыреттілігі, өзіне танымалдық бәрі деген есептеп қойған. Міне біз соны үйретеміз. Содан кейін танымдық зерттеу құзыреттілігі. Келесі слайдқа көшсек болады. Енді тағы да келесі. Енді бұл жерде балаларды осылайша өсіп өндіру үшін біз деген сабақ беру тәсілдемесінде өзгертуіміз керек. Бұл жерде ең басты тәсілдеме, ол конструктивистік тәсілдеме, тек қана маңдай терімен тапқан білім баланың ұзақ мерзімді жадында сақталады. Егер де мен мұғалім ретінде айтып берсем, баланы үстірт қабылдайды дағы, үстірт сақтайды дағы, сабақтан босаған аттаған соң бәрін ұмытып қалады. Сондықтан біз деген балаға дұрыс мақсат қоя білуіміз керек. Бала сол мақсатқа жету үшін бүкіл ресурстармен, өзіміздің көмегімізбен, кеңесімізбен бір көмкеріп отыруымыз керек, және де қадағалап та отыруымыз керек. Сонда бала деген сол білімді еш уақытта ұмытпайды. Содан кейін бағана айтқандай адам баласымен араласып үйрену керек, ол коммуникативті тәсілдеме. Содан кейін инклюзиялық тәсілдеме, біз бұны тек қана медициналық тұрғыда түсінбейміз. Бұл жерде сыныпта тұштақай бала да бар, жатырқауық бала да бар, тез қабылдайтын бала да бар, өте баяу қабылдайтын бала да бар. Әрқайсысы сол мақсатқа жету үшін белгілі бір үлес қосу керек. Әрқайсысын біз сабаққа тартып отыруымыз керек. Сөйтіп мұғалімнің сондай лайфхактары өте көп болу керек. Міне осы тәсілдемелердің барлығын қолданған кезде ғана біз деген жаңа сипаттағы еліміздің азаматын қалыптастырып өсіреміз. Келесі слайдқа көшуге болады. Енді бұл жерде біздің ұлттық код жатыр. Ұлттық код деген өзіміздің қазағымыздың жүріс-тұрыстық паттерндеріміз, өзіміздің символикамыз бізге эмоциялық әсер беретін деген сияқты. Солардың бәрін сақтай келе, бірақ оның ең маңыздысы қазақ тілі. Бұл жерде үш тілділік деп отырмыз. Үш тілділік ол деген өздеріңіз жақсы білесіздер, ол көп айтылып жүр. Ағылшын тілі әлемдік ғылымға, мәдениетке, экономикаға кілт дейтін болсақ, содан кейін қазақ тілі ол деген мемлекеттің ең басты нышандарының бірі, атрибуттарының бірі, соны қалыптастыруымыз керек. Ал басқа қосымша тілдер ол деген көршілестермен, көрші мемлекеттермен қарым-қатынас орнату тілдерінің бірі. Бірақ біз енді қазір екпінді қазақ тіліне қойып отырмыз, өйткені ең қолдауды қажетсінетін тіл ол қазіргі елімізде қазақ тілі болып отыр. Сондықтан біз деген үлгілік оқу жоспарда мынандай норма қосып отырмыз. Орыс, ұйғыр, тәжік, өзбек мектептерінде егер мектеп қалайтын болса, кез келген сабақты қазақша беруге болады деген шешім бар. Мәселен, мен деген өзбек мектебімін, сабақтың бәрі өзбекше өтеді, бірақ географияны қазақша бергім келсе, Қазақстан тарихын қазақша бергім келсе, көп рахмет. Бұл тұрғыда стандарт тарапынан рұқсат бар. Өйткені
біріншіден ол қазақ тілін қолдау, екіншіден қазақ тілін белгілі бір нәрсе үшін қолдан деген пәрмен тұрмаса ешкім былқ етпейді. Мына сондай әдейі жасап отырмыз. Енді есесінше кейбір пәндерді біз деген шетел тілінде беруге рұқсат беріп отырмыз. Оның сандары шектеулі. Келесі слайдқа көшуге болады. Келесі слайд. Енді инклюзиялық нормалар бізде түзетілді. Бұны өздеріңіз таныса жатасыздар. Слайдты қалдырып кетемін. Тағы келесі слайдқа көшуге болады. Следующий слайд, пожалуйста. Білім беру мазмұны бәрі сол тұрғыда қалды деп айтуға болады. Енді білім беру мазмұнына келетін болсақ, біз деген қазір функционал сауаттылықты дамытуымыз керек, оқырмандық сауаттылықты дамытуымыз керек, эмоциялық интеллектті дамытуымыз керек. Әр қайсысына біз деген жеке-жеке пән арнайтын болсақ, онда қазір 5 күндік оқу режиміндегі балада 8 емес 9-шы сабақ, 10-шы сабақ, 11-шы сабақ, 12-шы сабақ болып кете береді. Сондықтан біз деген мынандай нәрсе істедік. Үйлестірген бағдарлама деп айтады біздің curriculum дизайн теориясында. Біз деген оқырмандық сауаттың индикаторы қандай, ол неден тұру керек, соның бәрін тізіп аламыз дағы. Солардың барлығын біз деген көре отырып, мына бір-екі индикаторды математика арқылы дамытуға болады екен, мынаны қазақ тілі арқылы дамытуға болады екен, мынаны дене шынықтыру арқылы дамытуға болады екен деген сияқты тарқатып тастаймыз. Тұп-тура сол сияқты жасанды интеллект индикаторларын алатын болсақ, оны да солай тарқатып тастадық. Бірақ жасанды интеллектті біз қазір барлық пәнге қосып отырмыз. Неге? Өйткені дене шынықтыруға келетін болсақ, ол сен жүрек қағысың қандай, тамақтануың қандай, қанша шақырым жүрдің деген сияқты. Егер қазақ тіліне келетін болсақ, айтылым, жазылым деген сияқты дағдылар дамытатын интеллект түрлері бар. Химия, физика келетін болсақ, мына удай қымбат лабораторияны алмай-ақ виртуалды лабораториямен жұмыс істеуге болатын деген сияқты. Мына сондай нәрселерді қосып отырмыз. Сөйтіп біз деген осы көптеген пәндерге жаңа сауаттылық түрлерінің индикаторын тарқатып тастадық. Есесіне солар жаңа сабақ қосылмай, бірақ бәрін бала жинап алу керек. Бірақ енді мынау оқырман сауаттылығы, мынау жаратылыстану математикалық сауаттылық, мынау медиа сауаттылығы деп бәрін жинап беретін, санасында жүйелеп беретін тағы бір қосымша пән керек. Ол деген Қазақстан Республикасының мектептері үйреніп қалған ғаламдық құзыреттіліктер пәні. Ол қазір инвариантты компонентке ауысты. Ол міндетті пәндердің бірі болып тұр. Оның мазмұны түбегейлі өзгеріп отыр, реттеліп отыр. Бірақ міне қараңыздар, мен медиа сауаттылыққа үйретіп отыр, бірақ мен ол медиа сауаттылық екенін білуім керек қой. Сөйтіп оның барлығын сол жаһандық құзыреттілікте нақты бір жүйеге қойып береді деген сияқты ұстаным бар. Келесі слайдқа көшсек болады. Енді бұл жерде мынандай, мәселен, осындай жекеменшік мектептер бар, IB бағдарламасы бойынша, A-Level бағдарламасы бойынша оқытатын мектептер бар. Олар қазір өте қиын жағдайда, өйткені олар Қазақстан Республикасының Конституциясына біздің стандартты орындау керек. Екінші жағынан өзі аккредиттеуден өткен бағдарламаны да орындау керек. Ол сол мектепте оқып жатқан балаларға артық жүктеме. Енді олардың стандарттары біздің стандарттан асып түспесе кем түспейді. Сондықтан біз оларға қандай рұқсат беріп отырмыз. Егер сіздер қалайтын болсаңыздар, химия, физика, биологияны жаратылыстану пәніне біріктіре аласыздар. Егер алгебра, геометрияны математика пән ретінде көрулеріңіз келсе, математикаға біріктіре аласыздар. Сонымен қоса құқық негіздері және дүниежүзілік тарихқа келетін болсақ, оны сіздер social studies, қоғамдық ғылымдар пәніне біріктіре аласыз деген осында рұқсат бар. Бұны рұқсат деп қабылдау керек. Бұл деген бүкіл республикадағы 8000 мектептерге міндет емес. Бұл тек қана кімге керек, солар осы норманы іске қоса алады. Егер сіздер маған физика, химия, биология бөлек жеке керек десеңіздер, сіздерге ешкім қой дей алмайды. Сондықтан осындай стандарт, осындай рұқсаттарды беріп отыр. Енді келесі слайдқа келетін болсақ, қазір енді қоғамда мынандай сөз бар. БЖБ, ТЖБ деген сияқты нәрселер болмайды екен, содан құтылатын болдық. Бұрынғы 5 балдық жүйеге келетін болдық. Ол 5 балдық жүйе Сталин тұсында 47 жылы құрастырылған. Ол қашанға дейін өміршең бола береді. Мемлекеттің өзі де жоқ, Сталиннің өзі де жоқ, баяғыда құс сүйегі де шіріп қалған шығар. Енді сондықтан бізде тек қана критериалды бағалау жүйесі бұрын стандартта бұл туралы бір ауыз сөз айтылмаған. Енді осы норма арқылы біз деген республикаға беріп отырған хабарымыз, құрметті педагогикалық қауымдастық, критериалды бағалау жүйесі сақталады. Ол формативті бағалау,
және суммативті бағалау арқылы жүзеге асады. Бағалау нақты критерий мен дескриптор арқылы жүзеге асады деп. Енді бағалаудың жалпы қазір Гүлмира Аманжолованың осы стартап нейшн деп отыр. Осы бағалау жүйесінің ұлттың қалыптасуына үлесі зор. Егер Ұлыбританияға келетін болсақ, ол жерде мынандай ыдысы да, құты да, ішіндегі бұйымы да бәрі сапалы. Завод, фабрикада істейтін адамдардың барлығы өте сапалы жұмыс істейді. Неге десеңіздер, өйткені ол жақта бағалау әділ. Оның бәрі мектепте басталады. Мына сенің көңіл күйіңе қарап ешкім өтірік баға бере салмайды. Я сені жұбатады, керемет орындапсың, тырысыпсың, бірақ үштен асылмадың, сондықтан әзірше үшіңді ала тұр деп. Біз енді көңіліміз жібіп төрт қоя саламыз ғой, немесе кейде әке-шешесінің жағдайына қараймыз, тағы басқа. Оның барлығы осы ұлттың сапасына және ұлт өндіріп жататын бұйымдардың сапасына тікелей әсер ететін нәрсе. Бұл бағалау, сондықтан бұған үстірт қарауға болмайды. Егер қазір бұл деген орысша айтқанда оценивание создает поведенческие паттерны нации. Мен деген бұрын мына мектепте білім алып шықтым, мектепте баға өте әділ қойылды, критерий бойынша, дескриптор бойынша қойылды. Содан кейін мен деген бір ұйымға келіп жұмыс істей бастадым. Сонда мен деген қызметкерлерінің немесе әріптестерінің жұмыс сапасын бағалауым керек. Сонда мен критерий, дескрипторларды айқын ашық көрсетемін дағы. Міне сіздің бүгін өнімділігіңіз тек қана бір 37% болды. Сондықтан болашақта біз сізбен істеспейтін шығармыз деген сияқты. Сонда әр адам өзін нақты және қатал бағалайтын біледі дағы. Ешбір салада жұмысын үстірт істемейді. Міне сондықтан бұның бәрі мектептегі бағалаудан басталады. Келесі слайд. Енді бұл жерде бағана сіздерге айтқандай, біз деген әр пәнді байыттық, жалпы высшая школа экономика деген бар Мәскеуде. Олар деген кедейшіліктің проблемасын зерттеген кезде ең басты кедейшіліктің факторларының бірі ол білім алудағы кедейшілік екен, образовательная бедность. Содан кейін образовательная бедностьтің, кедейшіліктің ең басты себебі ол кедей білім беру бағдарламалары. Енді кедей білім беру бағдарламалары ол қандай бағдарлама деген кезде ол тек пәндік білім беретін бағдарлама екен. Сондықтан мен география сабағына келген кезде географиямен қоса әдеп нормаларын үйреніп шықсам жақсы. Мәселен, басқа ұлттар мен дін өкілдерін құрметтеу деген сияқты оларды түсіну. Егер мен математикаға келіп қаржы сауаттылығымды күшейтіп алсам, ол күшті сабақ болады. Егер мен химияға келіп болашақта өз ағзамды уламайтындай бір білім алсам, ол күшті нәрсе болады. Сондықтан біз деген пәннің табиғатына орай келесі нәрселерді қосып отырмыз. Қай пәннің табиғатына мынау жақын келеді, сол бағдарламаларды байытып отырмыз. Тіршілік қауіпсіздік негіздері, цифрлық құралдармен жасанды интеллектті қолдана білу дағдылары, цифрлық гигиена, оқу сауаттылығы, функционалды сауаттылық, қаржы сауаттылығы деген сияқты. Мәселен, қаржы сауаттылығы біздің енді қоғам кеңестер заманында өсіп үйренген болғандықтан ақша десе, ойбай айтпаймыз, ол жасын тағып. Сондықтан біз 2015 жылы дүниетану пәніне бюджет, сенің шығындарың, қажеттіліктерің деген сияқты тақырыпты қосқан кезде, ойбай әлеуметтік желіде қаншама Аймағамбетов кімнің әке-шешесі қанша ақша табатынын білгісі келіп, олардан пара алғысы келіп, соны жоспарлап отыр деген сияқты сөзге де шығып кеткен. Бірақ бұл жерде бала деген өз қажеттіліктерін білу керек, түсіну керек. Ақша жұмсаған кезде, енді мен осы сабақты өте өзім қатты күттім осы тарауды, өйткені өзім кішкентай қызым бар. Содан кейін ол да осы мұғалімнің нұсқаулығын орындай отырып, өз қажеттілігін сұрыптаған кезде ұялып отырды, көрсетші десем, көрсетпей қойды. Содан кейін оның біршама бір сұраныстары азая бастады. Келесі. Енді бұл жерде сонымен қоса негізгі орта мектепте біз деген кәсіби бағдарлау элементтерін қосып отырмыз. Сол деген енді стандартта бар. Содан кейін бағана құндылыққа негіздеп тәрбиелейміз дедік. Бұл жерде тәрбиеліктің бағасын одан ары өлшеу үшін біз деген әлеуметтік GPA немесе әлеуметтік орташа балл дегенді қосып отырмыз. Бұл деген өте маңызды нәрсе. Мәселен, Гарвард университетінің президенті айтады, бізге әлемнен білім жағынан мінсіз талапкерлер келеді. Енді солардың арасынан біз таңдау жасауымыз керек. Сонда бұл жерде әлеуметтік GPA рөл атқарады. Кімнің мектепте оқып жүрген кезде қоғамға пайдасы көбірек болды, соған басымдық береміз деп. Сондықтан міне институционалды негіздер дегеніміз осы. Жалпы стандарт Қазақстандағы стартаптың барлығы, білім беру өнімдерінің барлығы осы стандартқа сәйкес жүзеге асу керек.
бірақ біз де сол қоғамның мұң мұқтажын ести отырып бірталай нормаларды енгіздік. Енді түбегейлі мүмкін сіздер өздеріңіз жеке қалап отырған нәрселер әлі көрінісін таппаған шығар, бірақ деген білім беру жүйесі бізде Қазақстанда өте зор жүйе. Ол деген 8.000 мектеп, 3,5 миллион оқушы, 350 мың мұғалім. Міне солардың жұмысы тұрақты болу үшін өзгерістерді бірте-бірте енгізіп отыруымыз керек. Міне сөйтіп сол бірте-біртеге сала отырып, осындай қазір сіздермен бөлісетін жаңалықтарымыз бар. Назарларыңызға рахмет.